Әрине, менің Free Fire ойнағым келді, сол себепті мен осы Free Fire'ды авасына қарамай көшіре салдым. Ойын көшірілгенде жай ғана Free Fire'дың суреті және де описание игры деген тұр. Маған қызық болды, сол себепті мен описание игры дегенді ашып көрдім. Ойынның описаниесіне кіргенде осындай сөздер тұрды. Бұл ойын оригинал Free Fire'дан ерекшеленеді. Әрі қарайғы әрекеттеріңіз сіздің жауапкершілігіңізде болады. Тек түнгі 3-те ғана ойнай аласыз, басқа уақытта ойын басталмайды. Егер ойынды 24 сағаттан артық ойнасаңыз, сізге арнайы сыйлығымыз бар. Жолыңыз болсын. Кері санақ басталды. Шынымен де Free Fire'ға мен тек сағат түнгі 3-те ғана кіре алдым. Free Fire'ға кіргендегі бір қызық нәрсе ол музыкасы болатын. Тыңдап көріңдерші. Ойынға кіргенім сол еді, менің персонажым адам екен, ауыстырайын десем, менде бүкіл персонаждарым жоқ, тек қана Джастин Бибер сосын 1-2 персонаж тұр екен. Әрине, енді мен Джастин Биберді алып магазинге кірмекші болдым. Магазин бір түрлі болды, мен сразу наборларға кірдім. Магазинге кіргенде мен шок болдым. Барлық наборлар 35 алмазға тұр екен. Мен өз көзіме сенбей, бұл баг шығар деп басқа наборларға кірсем, басқа наборлар 1 алмаздан тұр екен. Мен астыға қарай түсе бердім. Барлығы 1 алмаздан тұр. Сосын жарайды деп мен джекпотқа кірмекші болдым. Ойынға кіргенде қызыл клоун джекпотта тұр екен. Мен шок болдым. Басқасын көрейін деп кірген едім. Мына жақта корабль шықты. Жарайды, мынау да баг шығар деп мен сразу рулеткаға кірдім. Мынаны қараңдар. Рулеткада олдовский наборлар және де мощный заттар тұр. Әрине, қызық болған соң мен рулетканы айналдырмақшы болдым. Сосын рулеткадан маған олдовский набор түседі ғой. Мен әрине сразу қызыққаннан киіп алдым. Сосын өтірік шығар деп лоббиға барсам, лоббида киіліп тұр. Мынау потолок қой деп мен эмоциямды ашқасам, новыйдан шыққан эмоциялар тұр. Және де сонымен бірге ойынға шыққан новыйдан шыққан бүкіл эмоция тұр. Мынау қандай керемет күн десе, мына шетінде тайни магазин тұр екен. Мына жақта бұрынғы набор және де простой заттар болды. Мен бүкіл тайниді аралап шықтым, бір түрлі ешқандай зат болмады. Жарайды, мен енді ойнайын деп классический бермуды қосып ойынды бастадым. Мен ойынға кіргенде барлығы бот секілді болды. Мына үстінде бір кнопкалар тұрды, оны мен түк те түсінбедім. Ойын басталды, мен сразу пикке түсе бастадым. Секіріп бастағанда менде қап-қара экран пайда бола бастады. Ойын мүлдем көрінбеді. Бір кезде бір сандар шыға бастады. 1, 2, 3 деген соң маған скрытый номерден звонок келді. Әрине, мен ол звонокты алмай қойдым. Звонок өшкен соң менің ойыным сразу басталып кетті. Картада біреулер атысып жатты, қайта атысып жатты. Бірақ мен ол жерге барғанда ешкім болмады. Әрі қарадым, бері қарадым, ешкім болмады. Сосын бір кезде менің жүріп жүрген киімім ауысып кетті. Мен өз көзіме сенбедім, ойын үстінде киімім ауысып кетті. Сосын айналып мен Атака Титанов скинін тағы ауыстырмақшы болып сол жерге қайтадан бардым. Және де сендер сенбеулерің мүмкін, менің бірақ киімім ауысып кетті. Жарайды деп мен ойынды жалғастыра бердім. Мен біреудің лутына бара жатқаным сол еді, бір морковный көк түске айналып кетті. Бұл өтірік шығар деп алдыма артыма қарадым, бұл шынымен екен. Мен жарайды түк етпейді деп ойынды жалғастыра бердім. Жүріп көптеген қызық нәрселер бар екен. Менің осындай нәрсеге қарағаным бұл үлкен қателік болды. Бір кезде менің телефоным өшіп қалды. Телефонды қосып қайтадан Free Fire'ға кірсем, маған ояқ деп топ 1-ді бере салыпты. Сөйтіп мен қуанып отқанда бір кезде маған бір танымайтын Darknet деген біреу жазды. Соны мен қатты ойнап қойдым деп ойламайсың ба? Мен бұл жай ғана қалжың шығар деп, мен соншама не істеп қойдым деп жаздым. Бір кезде маған сен біздің ойынымызды көшірдің, бұл ойыннан ешкім әлі тірі қайтпаған деп жазды. Сосын мен енді не істесем болады деп сұрап көрдім. Саған тек өлім қалды деген сөздерден кейін, қой мынау жай ғана қалжың шығар деп мен телефонымды өшіріп тастадым. Сосын болды жетеді деп мен ұйықтауға жатып қалдым. Бұл кезде примерно сағат 5:30 болатын. Бір кезде біреу есікке звондады. Мен оған мән бермей ұйықтай берейін деп шештім. Бірақ мен енді ұйықтайын деп жатқанда қайта есіктің кнопкасын баса берген соң, мен барып есіктің тесігінен сығаламақшы болдым. Бірақ есіктен сығалап қарағанда ешкім болмады. Бір кезде артымнан қорқынышты дауыс шықты. Менің артқа қарап қалғаным сол еді, сол кезде. Егер видеоның жалғасын шыққанын қаласаң, осы видеоға лайк басып тіркелуді ұмытпа. Егер